Кемел адам Қайрат Жолдыбайұлы тағдырдың табиғи ағысына қарсы келме. Өмір тыныс алумен дем шығарудан тұрады. Тыныс алмасаң тұншығып өлесің. Алған деміңді сыртқа шығармасаң да сол. Адам басындағы тағдыр қиыншылық пен қуаныштан, түрлі оқиғадан құралады. Тыныс алып дем шығарғаның секілді өмірдегі қиыншылықтарды қабылдай біл. Қабылдай алсаң босатуың оңай. Ал неге менің басыма келді? Мен бұған лайық емес едім деп сынақты қабылдай алмай қарсылық танытсаң қатты қиналасың, мүжілесің, бірақ соңында еріксіз көнесің. Расында қиыншылық дегеніміз өмірде өзің қаламаған оқиғаларға қарсылығың және содан туындаған жағымсыз эмоцияң. Тап болған қиыншылығың уақыт өте ұмытылады. Олай болса, бұл қиындық өткінші. Десе де басқа түскен ауыртпалықтың емі тағдырға иман. Әлемде ешбір кездейсоқ нәрсе болмайды. Сондықтан тағдырдың табиғи ағысына қарсы жүзбе. Жаратқан ие саған нәсіп қылған сансыз жақсылығын қуанышпен қабылдағаның секілді қиыншылығында қабылда. Мына өмірде күндіз жарық болғаны секілді қараңғы түнде бар. Жайма-шуақ жаз болғаны тәрізді қаққан суық қыста бар. Қуаныш болғаны сияқты қиындық та бар. Тіпті Алланың осы кереғар заңдылығы болмағанда қуаныш та, жарық пен жылудың да қадірін білмес едік. Бұл әділдік, бұл өмір заңдылығы. Әр оқиға сабақ, әр қиыншылықтың берері бар. Бірде Мәулана Хазіреті үйіне келсе, баласы болмашы оқиғаға күйзеліп, мұңға батып отыр екен. Ғұлама ұлының мұңлы жүзіне бір қарайды да далаға шығып кетіп, қорада ілулі тұрған қасқырдың терісін жамылып, өзі бөрі болып ырылдап үйге кіреді. Әкесінің бұл қылығына ұлының ішек-сілесі қатып әбден күледі. Сонда Мәулана: балам, қасқыр терісінің арғы жағында мен тұрғанымды сен анық білгендіктен қорыққан жоқсың. Өмірде басыңа түскен қиыншылықтар да дәл солай. Сені қайғыртқан оқиғалар артында Раббыңның хикметі тұрғанын, илляхи сыр жатқанын біл. Сонда сен қайғырып мұңға батпайсың деген екен. Ендеше оқиғалардың астарына үңіліп, сабақ ал да өміріңді жалғастыр. Басыңды көтеріп тек алға жылжы. Өмірдің өзгертуге болатын тұсын өзгерт. Ал өзгерте алмайтын оқиға үшін еш қайғырма. Тек құдіретті бір Аллаға тиесілі істерді бақылауыңа алып, уысыңнан шығармауға тырыспа. Тағдырға риза болу дегеніміз осы. Ризашылық мақамы дегеніміз тек ізгілер ғана жететін рухани дәреже. Бұл жайлы Құранда: ей көңілі иманмен тыныштыққа бөленіп, жүрегі жай тапқан адам, Алладан сен разы, ол сенен разы болған күйде Раббыңа қайт делінген. Алла тағала мына өмірде саған сан алуан мүмкіншіліктер берді. Алдыңа қиыншылықтарды да шығарды. Сенің осында мүмкіншіліктер мен қиыншылықтар сәтіндегі таңдауың мен іс-әрекетіңді Алла тағала алдын ала білгендіктен соны тағдыр етіп жазған. Тағдыр дегеніміз міне осы. Пәлекеттің бәрі осымен кетсін. Мәулананың Мәснәуиінде мынадай ғибрат мол хикая айтылады. Күндердің бір күні Мұса пайғамбарға бір кісі келді де: айналайын Мұса, маған дұға жасашы, жан-жануарлардың тілін түсінейін, соның арқасында бұдан да жақсы адам болайын дейді. Сонда Мұса пайғамбар: сабыр ет бауырым, көтере алмайтын шоқпарды беліңе байлама, қазіргі күннің сұрағаныңнан әлде қайда қарылы дейді. Бірақ әлгі кісінің тоқтар түрі жоқ. Қайта-қайта өтініп: уа Мұса, бір өтінішімді жерге тастама, тым болмаса ауладағы итім мен қоразымның тілін түсінейін. Мұса пайғамбар бұл адам райынан қайтар деп қанша тырысса да әлгі кісі қайтпады. Ақыры қолын жайып дұға етеді. Ана адам риза болғаны соншалық жүзі бал-бұл жанып үйіне келеді. Ертеңіне үйдің қызметшісі дастархан жайып жатып, бір түйір етті жерге түсіріп алады. Сол сәтте құрт аңдып жүрген қораз жүгіріп келіп түйір етті іліп әкетеді. Оны байқаған ит: ей қораз, осы әрекетің дұрыс па? Сен бидайда арпада жей аласың, керек болса жүгерінде қылықтасың, маған да бір нәрсе қалдырсаңшы дейді. Түйір етті жұтып жіберген қораз итке мойнын бұрып: дұрыс айтасың, сен уайымдама, ертең қожайының есегі өледі, сонда жақсылап тоясың дейді. Қанатын қағып жібереді. Ит пен қораздың әңгімесін естіген қожайын есегін дереу базарға апарып сатып жібереді. Енді көрейін, қораз бен ит не дер екен деп аулаға шығады. Сөйтсе ит қоразға әкіреңдеп жүр дейді. Қане сенің есек өледі, қарның тояды дегенің, алдаған екенсің ғой. Сонда қораз: есек өлуін өлді, бірақ басқа жерде өлді. Өйткені қожайын оны сатып жіберді. Бірақ еш уайымдама, ертең қожайынның аты өледі, сонда еттің көкесін көресің.
бұл сөзді естіген қожайыны дереу атты да сатып жібереді. Өзіне өзі көңілі тоқ, ақшасын санап келе жатып, ой жарықтық, мына жан-жануарлардың тілін түсінгенім қандай жақсы, соның арқасында шығынға батудан аман қалдым деп ойлайды. Ертеңінде тағы да енді бұлар не айтар екен деп қораз бен иттің әңгімесін тыңдайды. Ит тағы да қоразға күңкілдеп жүр екен. Әй қораз, сенің айтқаның болмады, тағы да өтірікші болдың. Сонда қораз: жоға, мен өтірік айтпадым, негізі ат өлу керек еді, бірақ қожайын оны да сатып жіберді. Бірақ сен уайымдама, ертең қожайынның қатты жақсы көретін малайы жан тапсырады. Қожайын қазан көтеріп ас береді, сонда сылқия тоямыз деді. Оны естіген қожайын дереу малайын сатып жіберді. Қайтып келе жатып, мына хайуандардың тілін түсінгенім қандай жақсы болды, соның арқасында талай шығыннан құтылдым деп марқаяды. Ертесі күні әдеттегідей ит пен қораздың жанына барса, екеуі сөйлесіп отыр екен. Ит әдеттегідей ашулы: ей өтірікші қораз, қане сенің малай өледі деген, қанша күн мені өтірікке тойдырып келесің, сенің бұл қылығың дұрыс па? Сонда қораз: мен өтірікші емеспін, малай өлді, бірақ мұнда емес, басқа жерде. Себебі қожайын оны сатып жіберді. Негізінде қожайын дұрыс жасамады, өйткені енді кезек өзіне келді. Бірінші бәле-жала есекке келе жатқан еді. Есек өлсе бәле-жаланың бәрі сонымен кетер еді. Бірақ есек сатылған соң бәле бағыты атқа бұрылды. Ат кеткен соң кезек малайға бағытталды. Келе жатқан бәле-жала тоқтасын ба, малайды сатқан соң енді қожайынның өзіне тіке келе жатыр. Ертең қожайын өледі, сол кезде жақсылап тоямыз дейді. Мұны естіген қожайын көз жасын көлдетеді. Басын тауға, тасқа соғып, өкініштен өзегі өртенді. Бірақ бәрі кешеді. Қиссадан түсінгеніміздей, кейде басымызға келетін қиыншылықтар одан да үлкен пәлекеттерге кәппарат үшін жіберіледі. Кез келген қиыншылық тәубе етіп жөнге келуіміз үшін жаратқан тарапынан жіберілген белгі. Үлкен кісілердің қандай да бір көлденең келген ұнамсыз істі көргенде пәле-жала пәлекеттің бәрі осымен кетсін деген сөзінің астарында Мәулана түсіндірген терең хикмет жатыр. Кінәні басқадан іздеу. Біреудің мінін тергенше, жамандығын көргенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күрес өлгенше. Адамды кері тартып, кемелденуіне кедергі келтіретін кесел, жетістікке жетуіне бөгет болатын жаман мінез. Қатені әрдайым өзгеден іздеп, өзіңді ақтау. Мұндай дертке шалдыққан адам кез келген сәтсіздіктерін басқадан көретіндіктен өз қатесін өлсе де мойындамайтын, тоң мойын, кемшілігін көре алмайтын көр соғырға айналады. Ал кемшілігін мойындамаған адам өз қатесін түзетуді, кемелденуді ешқашан ойламайды. Өйткені оның түсінігінше бәріне басқалар кінәлі. Өткен жылы бір кәсіпкер азамат маған арнайы келіп, кәсібінің жүрмей істерінің кері кеткеніне шағымданды. Қайреке, бір дұға оқып, дем салып, жолымды ашып беріңізші деп өтініш жасады. Мен одан кәсібінде қандай келеңсіз жағдайлар орын алғанын сұрағанымда, бас есепшім мені осы уақытқа дейін алдап келіпті. Ақшамды ұрлап жүр екен. Салықты дұрыс төлемегендіктен фирманың мойнында мемлекетке беретін қыруар қарыз тұр. Бір танысыма үлкен сомада қарыз беріп едім. Ол да алдап кетті. Қырсық шалғанда тауарды жіберетін адамдарды уақытында жібере алмады. Осының бәрі жиналып келіп, жұмысым кері кетті. Енді өзіңіз бір дұғаңызды оқып, осы қырсықты кетіріп, жолымды ашып берсеңіз деді. Мен оған: бұл жерде адами фактор бар. Басшы ретінде сіздің ғана қатеңізді көріп тұрмын. Сіз кезінде таныстарыңыз арқылы мемлекеттен қомақты тапсырыс ұтып алып, бірден үлкен байлыққа ие болдыңыз. Сіз сияқты таныстарым өте көп. Олардың басты қателігі әуелі оңай келген көп ақша солай ағылып келе береді деп ойлайды да, жұмысты лайықсыз адамдарға қадағалаусыз тапсырып қойып, өздері зәулім үй салып, қымбат көлік мініп, аң аулап, рахат қуып жүреді. Үлкен компанияны қалай басқаруды, кәсібін кәсіби тұрғыда заманға сай өркендетуді ойламайды. Білім алып, өзін жан-жақты дамытып жетілдірмейді. Оңай ақша күтіп жүргенде кәсібі дағдарысқа ұшырайды. Сондықтан ең әуелі сіз басқаларды кінәлаудан бұрын өзіңіз жіберген қателіктеріңізді мойындап, соны түзетудің әрекетін жасаңыз. Дұға оқып, жолымды ашып бере салыңыз деген түсінік жауапкершіліктен қашу. Абайдың өзімнің иттігімнен болды демей, жеңді ғой деп шайтанға болар көмек дегендей, кінәні басқаға итере салудың еш пайдасы жоқ. Сұф деген демнен мәселе шешілмейді. Тек өзіңізді алдап уақыт жоғалтқан боласыз дедім. Айтқанымды еріксіз қабылдады.
жұмысын лайықсыз адамдарға қадағалаусыз тапсырып, өзі жайбарақат жүрген екен. Кәсіпкерлікті дамытуға, ұжымды сауатты басқаруға қатысты бірде-бір кітап оқымаған болып шықты. Қадірлі оқырман, кез келген кері кеткен күрделі жағдайдың бір ұшында өзіңіз жіберген қателіктер мен кемшіліктеріңіз бар. Соны түзетуді ойлаңыз. Балаларыңыз сізді тыңдамай мектептегі оқуы нашарлап кетсе, онда қатені басқадан емес, дұрыс тәрбие, қажетті мотивация бере алмаған өзіңізден іздеңіз. Айналаңыздағы адамдармен тіл табысуыңыз қиын, ұжымыңызбен қарым-қатынасыңыз күрделі болса, мәмілегерлік қабілетіңіздің нашарлағанын мойындап, кінәні өзгеден емес, әуелі өзіңізден іздеңіз. Иә, өзіңізден іздеңіз. Қателікті мойындаудан қашпаңыз. Сонда ғана дамисыз. Осал тұсыңызды жетілдіресіз. Білмегеніңізді үйренесіз. Себебі қателікті түзетіп, кемелденудің ең әуелі баспалдағы өз мініңді көре білу мен өз қатеңді мойындаудан басталады. Қатені мойындау нәпсіге тым ауыр. Алла тағала көктегі шоқ жұлдыздарға, қасиетті мекен мен асқар тауларға, пайғамбардың өзіне қасиетті Құранға серт еткен. Солардың қатарында өзін үнемі кінәлап жазғырушы пендеге де ант етуі тегін емес. Қиямет сүресінде өзін үнемі жазғырып кінәлағыш нәпсіге серт делінген аятта құлшылығы көп тақуа немесе көп білетін ғалым адаммен емес, қателік жасап өзін кінәлаған адаммен серт етілген. Себебі өз қатесін көре білу және оны мойындау жақсылыққа беталыстың, ұлы төңкерістің нышаны, кемелденудің алғашқы қадамы. Ал кемелдіктің биік шыңы әулиелік. Олай болса, қазақтың өз мінін білген әулие дегені аса терең пайым. Алаш қайраткері Мағжан Жұмабайдың адамның түзу жолға түсуінің бірінші шарты өзін тексеру, өз қатесін көре білу, келешекте бұл қателікке жол бермеуге ұмтылу дегеніндей, бір мезет оңаша қалып, өзіңізге сын көзбен қарауды, жан дүниеңізге үңілуді әдетке айналдырыңыз. Ахмет Байтұрсынұлы жасалмаған жұмыс үшін басқадан кінә іздеудің қате екенін айтады. Біреу жұмыс қылайын десем, тұрған жерім жаман дейді. Біреу маңдайымдағы елім жаман дейді. Бұлардың бәрі де бос сөз. Шәкәрімнің сыртыңды сыланасың өң беріп, ішіңнің түзетпейсің қатасын дегендей, сыртқы келбетімізге өң бергеніміздей, жүрегімізді тазалап, бойымыздағы қателіктерге мән беруіміз керек. Хакім Абайдың өз қатесін мойындап, оны қалай түзетудің жолын іздеп уайымдаған мына өлең жолдары саған да ой салып, кемшіліктеріңді түзетуге түрткі болсын. Ойға түстім, толғандым, өз мінімді қолға алдым, мінезіме көз салдым, тексеруге ойландым. Өзіме өзім жақпадым, енді қайда сиялдым. Қалап алған көп мінез, қалайша қылып тиялдым. Бойдағы мінді санасам, тау тасынан аз емес, жүрегімді байқасам, ине дейін таза емес. Аршып алып тастауға, аспандағы саз емес, бәрі болды өзімнен, Тәңірім салған наз емес. Адам нәпсісінің табиғаты қателік пен кемшілікті мойындамай, өзін үнемі ақтауға тырысады. Керісінше қандай да бір жетістік пен жақсылықтың иемденуге, айналасынан мадақ пен мақтау күтуге құмбыл тұрады. Мұның емі саған келген барлық жақсылық Алладан, ал жаманшылық болса өзіңнен деген Құран аятын жүрегіңе сіңіру болмақ. Тапсырма. Өзіңе асықпайсын көзіңмен қара. Сені қателікке жиі ұрындыратын әлсіз тұстарыңды жеке-жеке жазып шық. Кемшіл мінезің қай кездері сыр бергеніне назар аудар. Алдын алудың, түзетудің жолдарын жазып шық.